Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте әдемі және өте дәмді, жеңіл дайындалатын сүзбеден жасалынған розочки печеньесін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ұн, сүзбе, сары май, қант, жұмыртқа, ванилин, разрыхитель қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды ыдысымызға жарып аламыз. Оның үстіне қантты, яғни шекерді саламыз және ванилинді саламыз. Және шым-шым тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Арнайы венчикпен жақсылап араластырамыз. Енді еріп тұрған 90 грамм сары майымызды саламыз. Егер сіздер мұздатқыштан алатын болсаңыздар, кішкене ертіп жіберіңіздер. Сонда жақсы тез араласып кетеді. Енді келесі сүзбемізді қосамыз. Менде кішкене түйіршіктелген сүзбе. Венчикпен бірінші жақсылап араластырып алдым. Одан кейін блендермен кішкене езіп алдым. Егер сіздердің сүзбелеріңіз түйіршіктелмеген болмаса, онда оның қажеті жоқ. Міне осылай араластырып аламыз. Енді келесі ұнымызға разрыхительді қосып, бірінші жақсылап араластырып аламыз. Осы ұнымызды қоса отырып қамыр илейтін боламыз. Алдымен осылай қасықпен араластырып аламыз. Енді ары қарай қолымызбен илейтін боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолмен ұстаған кезде қолға жабыспайтындай болып тұруы қажет. Міне осылай болып шығуы қажет. Енді қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін алып қоя тұрамыз, екінші бөлігін қалыңдығын 3 мм етіп жаятын боламыз. Міне қамырдың қалыңдығы осындай болуы қажет, 3 мм. Енді осындай домалақ форманың көмегімен қамырымызды дөңгелетіп кесіп шығамыз. Міне осылай бәрін кесіп шықтық. Артық қамырларды алып тастаймыз. Міне қамырымыздың қалыңдығы осылай болып шығады. Енді печеньемізді жасаймыз. Оның түк те қиындығы жоқ. Бірінші дөңгелегімізді қойып, оның үстіне екінші дөңгелегімізді жабыстырамыз. Оның үстіне үшінші дөңгелегін осылай видеодағыдай жабыстырып, шетінен бастап орап шығамыз. Енді осыны өте өткір пышақпен ортасынан бөлеміз. Енді бір бөлігін алып, осының қамырларды роза гүлі сияқты былай шетке қайырып шығамыз. Міне осылай жасап шығамыз. Дөңгелек қамырлардың қосылған бөліктерін осылай кішкене қолымызбен жабыстырып жібереміз. Міне дайын болды. Енді екіншісін жасаймыз. Міне шеткі қамырларын осылай жабыстырып жібереміз. Оларды қазір пісіргенде ашылып кетуі мүмкін. Міне осылай роза гүлі сияқты қайырып, осылай бәрін жасап шығамыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, арақашықтың осылай жасап қойып шығамыз. Енді қалған бөліктерін осылай барлығын жасап шығамыз. Менің сіздерге видео ұнап жатқан болса, менің видеома лайк басып, менің каналыма жазылып қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Міне бәрін осылай түкте қиындығы жоқ, тез жасап табамызға салып шығамыз. Міне салып шықтық. Енді осыны
180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне пісіп шықты. Енді осының бетіне сахарная пудрамызды сеуіп шығамыз. Жасап көруге сіздерге кеңес беремін. Өте оңай дайындалады, дәмді және өте әдемі болып шығады. Дастарханыңыздың сәнін кетіреді. Осындай менің керемет видеоларымды жіберіп алмас үшін менің каналыма жазылып қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.